Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мен айтайын деп тұрған Ринат Зайытов мырзаның сұхбаты жайлы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылына байланысты. Бұл жерде сұхбат берген кезде бұл азамат айтып жатыр, екі жақты келісім шартқа келген болу керек, халық келісім берген, сонан кейін тынышталып қалды деп. Жоқ, бұл жерде халық келісім берген жоқ. Әлі де өздеріңіз көргендей халық 100% қарсы. Өйткені өздеріңіз өз көздеріңізбен көріп, құлақтарыңызбен естіп кеттіңіздер. Таудың басында тұрған бұл хвостохранилище жарылып, бәрібір де өзенге түсетін. Өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан бұндай жалған ақпарат таратудың қажеті жоқ. Өздеріңіз білесіздер, көктемде Ринат Зайытов пен Мақсат Толықбаев келіп, халықтың мұң-зарын естіп, 100% қарсы екен, ешқандай адам ол жерде жұмыс қызмет жасамайтынын көрген. Енді келіп, міне күзді күні халық бұл азаматтарға сенім артып, енді бір шешім шығарып береді, оңтайлы дегенге күзді күні келіп отырып, халық келісім берген деген ақпарат таратып жатыр. Оның бәрі жалған. Маралды ауылының халқы және Шығыс Қазақстан облысының өлкесінің халқы бұл проектіге қарсы. Өйткені ол цианид бәрібір де жарылып, ана таудың басынан өзенге түседі. Күршіме Маралды өзені, одан Күршім өзеніне құяды, одан Ертіске құйылады. Сонымен өздеріңіз білесіздер, үлкен табиғаттық апатқа әкеп соғатын. Сондықтан бұндай жалған ақпараттарға сенбеңіздер.